Бірінші көрпемен қатысы. Көрпе деген нәрсенің беретін нәрсесіне жалқаулық және әлсіздік. Көрпе осы нәрсені игиді екен өз бойға. Көрпені құшақтасаң, мысалы артық ұйқыда болды. Әлсіздік пен жалқаулық жүрекке кіре береді екен. Бұл әлсіздік пен жалқаулық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қалай бұл нәрсемен күресті? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи таңертең және кешке мына дұғаны қайталайды. Аллахумма инни аузу бика минал ажзи вал касал. Я Аллах тағала, мен сенен әлсіздіктен және жалқаулықтан сыйынамын. Мына екеуінен сақташы мені деп отыр. Әлсіздік пен жалқаулық бойыңдағы қабілеттің өзін көрсетпейтін болады. Адам өзінің қаншалықты іске жарайтындығын да көре алмайтын болады. Адам қиял мен армандікі болып кетеді. Соқтан атағала не деді? Ей бүркенуші, тұр, менің тәрбиемдегі адам ұйықтамайды дейді. Тұр, менің тәрбиемдегі адам тік тұрады. Сөйтіп адамдардың арасына менің ескертуімді жеткізеді.